Қазақ шеберлері бұрынғы кезде әшекей бұйымдар жасағанда күміс, алтын, қола, жез сияқты металл түрлерін қолданған, ал қазіргі кезде түрлі түсті жіппен шашақталған әдемі моншақтарды тізіп, түрлі металдарды ілмектер арқылы тізбектеп жасалған бұйымдарды көріп жүрміз. Мен бүгін шашқа тағылатын әшекейдің бірі шолпының жасалуын көрсетейін. Бізге ол үшін өрнектелген қималар, шынжыр, қоңыраушалар, түсіне сай лента, қайшы, қысқыш қажет болады. Алдымен ақ металдан ою өрнектелген әдемі қималарды бір-бірімен үйлестіріп қойып аламыз. Содан соң осы қималарды бір-біріне ілмектер арқылы тізбектейміз. Тізбектелген шолпыны шынжырмен де, қоңыраушалармен де үйлестіріп жасауға болады. Жасаған әшекейге одан сайын көрік беріп тұру үшін түсіне сай ленталарды қолдана отырып, басқа да заманауи әшекей жасауымызға болады. Бұл әшекейді қолынан іс келетін кез келген адам жасай алады. Бұйымды өз қолымен жасап, нарыққа шығарып, кәсіпке айналдырып отырған жандар да жоқ емес. Олармен кездесу барысында бұрын тұтынушылар қазақи бұйым түрлеріне тек той-томалақта, Наурыз мерекесінде тапсырыс беретінін, ал қазір әшекей түрлерін күнделікті өмірде тағып жүру үшін ыңғайлы етіп жасасатындығын, сонымен қатар қазақша жазу, қазақша бұйым трендке айналып, үлкен сұранысқа ие екендігін білдік.